Қазақ тілі пән бірлестігінің «Ана тілім, асыл қазынам» атты 10 күндігіміздің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Мақсатымыз қазақ тілі мен әдебиетінің мол мұрасымен кеңінен таныстыру, тілдің мемлекеттік мәртебесін қалыптастыру, қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге үлес қосу, тіл құдіретін таныту арқылы оқушылардың бойындағы адамгершілік, отан сүйгіштік қасиеттерге тәрбиелеу, оқушылардың тілге деген құрметін, қадір қасиетін дамыту. Ана тілі. Ойладыма болсыншы деп тіл аман. Сонда ғана дедіме ұлт боп құралам, сонау жылы тіл мәртебе алғанда көзіме жас алдым дейтін бір адам. Тілдің жайын бар жанымен ұғыпты, ана тілі перзент үшін тұнықты, сол перзенттің тіл деп соққан жүрегі қуаныштан сондегіліп тұрыпты. Ұрпақ үшін кемімеген бағаңда, алаңдасаң тілің үшін алаңда, сол кезеңде қайран тілі халқыңның. Тұрыпсың-ау көз жасы боп жанарда. Ширек ғасыр өтсе уақыт бедері, жүзеге асты кейбір істе келелі. Мына әлемде өзің барсың, ана тіл. Сен бар жерде ұлтың даман келеді. Сөйле қазақ тілінде, ғажап тілінде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде. Қазақты бірге, қазақтығың қазақ тілінде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі.